сегодня хотела бы поделиться с вами своей радостью от того, что недавно я не побоялась и рискнула и купила Экспресс. И в итоге за один вечер я заработала 3000 баксов. Вот, спасибо, денежки. И я советую вам не бояться, рисковать, не тормозить и наконец-таки начать жить такую, о которой вы всегда мечтали. Вот. Так что всем большой удачи и удачных поставок. Бүгін Тимур сәнденіп, қалалық ауруханаға келеді. Өйткені ол қалалық ауруханадағы бас медбикеге ғашық болып қалған болатын. Тимурда қазір бәрі керемет. Махаббат оты жанып тұр. Тимур ішке кіріп Оливияны бірден көреді. Амандасады. Біраз әңгімелеседі. Хал жағдайын сұрайды. Оливия Тимурдың жағдайын сұрайды. Тимур менде бәрі жақсы дейді. Осы кезде Тимур жүр, қыдырып қайтайық дейді. Оливия қуана-қуана келіседі. Тимур Оливияны машинасына қарай апарады. Екеуі су жағасына қарай жол тартады. Тимур Оливияға қызбен жігіт болып жүруге ұсыныс жасайды. Оливия «я» деп келіседі. Тимур осы кезде қатты қуанады. Екеуі көптеген жерге барып қыдырады. Арада 3 сағат өтеді, кеш батады. Тимур Оливияны үйіне шығарып тастайды. Осы кезде үйінің ішіне осындай дауыстарды естиді. Мамаша. Мамаша, ой жақсы. Мамаша, ой, пожалуйста. Тимур бұл дауысты естіп, іштей күледі. Содан соң үйіне қарай кетіп қалады. Ал достар, Тимурдың оқиғасы 5-ші бөлім осылай аяқталды. Кішкене күлдіртіп, енді аз шығаратын боламын. Өйткені ұзақ болса көп ешкім қарамайды, сондықтан кішкене аз-аздан шығаратын боламын. Енді достар, менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Осы видеоға смело лайк басайық, комментарий жазайық. Менің арнама тіркелейік. Алдағы уақытта конкурс жасайтын боламын, сондықтан каналға активисті болып жүрейік. Сіздерге оның бір жағы плюс болады. Давайте достар, осы видеоға 150 лайк, келесі видеоны шығаратын боламын. Сау.